рахмет. Елапасына çok рахмет. Серік Қасымова, сіздерге де лично рахмет. Сонша қонақты күту бұл деген қалғандар сөзінше. Енді мына Елапамызға бүгін 35 жылдық кездесу қарсаңында мына не дейміз өздеріміздің бір сыйлығымыз бар. Соға табыстауға рұқсат етейіз. Айтулы мерекеміздің аяқтала уақыты да аяқталған сияқты. Негізі осы 35 жылдықты бәріміз асығып күттік. Билетіміз ертеден алып күн санап, сағат санап жүрдік. Қанша қарбалас отбасы ошаққа шаруамыз болса да, сонда да осы ең бірінші осы жаздағы біздің шаруамыз міндетіміз осы өткізу болды. Аман есен өткізсек екен, барлық апайымызды көріп келсек екен, сәлем берсек екен деген осындай сағынышты сезіммен келіп Ақтөбе қаласына келіп мінекей осындай дүбірлетіп үлкен жаңағы Серік пен Таслиманың арқасымен олар болмағанда біз білмейміз қайда келемізге, қайда өткіземізге. Серік пен Таслима болғаннан кейін алдымен Алла ғой, одан кейін соларға сеніп неге келіп осындай дүбірлі тойымызды өткізіп жатырмыз. Енді жаңағы орамал тон болмай жол болады дейді ғой. Сол ырымның дәстүрдің жалғасында біз сізге кішкене құрмет ретінде, алғысымыз ретінде, шексіз алғысымыз негізі. Соның ретінде қабыл алыңыз. Марапаттарға сіз лайықсыз әрине. Біз әрқашан сіздің әрбір сөзіңіз, жаңағы Серік айтпақшы сияқты туфлиіңіздің тықылдағы тұрмақ, әрбір айтқан сөзіңіздің өзі құлағымызда мәңгілікке жаңғырып тұр, мысал үшін. Әлі есімізде сақталды. Мен айтам ғой, жаңағы математикадан 4-ші сыныпта біз жақсы оқыдық бәріміз. Енді сіз жаңағыдай баламен демалыстарға кеткен кезде бізге әртүрлі мұғалімдер бергенде мен бөлшекті білмей қалдым. Ұқпай қалдым бөлшекті. Сіз келгенде тақтаға шығарып қойып, мені тақтаға шығарып қойып, бөлшек дегендердің бәрін түсіндірген боласыз қайтадан. Сондықтан біз енді ол кездегі поколение дейміз ғой, бізде мысал үшін ешкімде нашар болған жоқ, бәріміз біркелкі, тәртіпті, білімді. Ең бірінші тәртіп, сол сіздің берген тәртібіңізге рахмет. Ең бірінші ата-анамыз әрине, одан кейінгі мектептегі аяулы анамыз, біздің екінші анамыз, ұстазымыз сіз. Сондықтан осы отырған қарагөз балаларымыздың атынан осындай кішігірім ойын болса да, сізге деген үлкен жаңағы ықыласымызды, алғысымызды айта отырып, осы сыйлықты табыстауға рұқсат етіңіз. Япа, кеше сіз дұрыс айттыңыз негізі. Мен осы жерде айтайын деп отырған қыздардың күйеулеріне. Шын ғой, ер азаматтарымыз алдымызда аман болсын. Сол мына сыныптың ұлдарына сенгендіктен жіберіп отыр, шындығына келгенде. Бір-біріміздің сый құрметімізді біледі. Ер азаматтар сендер аман болыңдаршы. Сонда біз осындай әдемі болып жақындап жүре береміз. Иляпа дұрыс айтты кеше. Күйеу балаларға рахмет. Иляпаның атынан. Қыздарымыз күшті айтты. Молодец. Рұқсат.
Береке құтты болсын ағайын. Löks қаласындағы Карл Маркс атындағы 19-шы мектепті 1989 жылы бітірген түлектері бүгінгі 35 жыл кездесіп